Кеңістік және пішін тақырыбында функционал сауаттылық тапсырмаларын талдау. Яғни бұндай есептер бізде көп жағдайда пиза тапсырмаларында келеді, білесіздер, иә? Сол үшін осындай тапсырмаларды талдап бірге көрейік. Бірінші сұрақ мінекей. Көрінеді ме сіздерге отыр? Иә, оқиық. Бірінші А деңгейінің тапсырмасы өзіміз тез тауып ала қояйық. Өндіруші гаражды суретте көрсетілгенде тек қана бір есікті және бір терезелі моделін жасайды. Дэнни суретте көрсетілген гараждың моделін таңдап алды. Төменде мына суреттерді берген суретте артынан қарағандағы қай модель Дэннидің моделіне сәйкес келеді? С дейді, көрейік, иә? Яғни қалғандары да сәйкес келмейтін сияқты, иә? Яғни мына жерде терезесі дұрыс емес, ары жерде болу керек, мына жерде де солай. Мына жерде берірек жылжып кеткен, яғни С варианты дұрыс деп есептейсіздер, иә? Иә, С суреті дұрыс екен. Келесі, осындай балдар пиза тапсырмаларында да жеңіл сұрақтан бастап, ауыр күрделіге қарай өте береміз осылай. Енді келесі сұрақтарыңыз дәл осы есепке сәйкес екінші сұрағымыз. Бұл жағдайда төменде суретте Дэнни таңдаған гараждың өлшемдері метрмен көрсетілген. Сызбасы берілген. Мінекей, алдарыңызда сызбасы тұр. Метрмен барлық өлшемдері берілген алдарыңызда. Гараждың шатыры екі бірдей тікбұрыштан тұрады. Сол шатырдың ауданын табыңыз. Яғни мінекей, мына жерде шатырымыз тұр. Бұл шатырдың сонда екі тікбұрыштан шатырды жасап тұрмыз, иә? Енді қараңыздар, бұл жерде метрмен берілген кезде енді енін қалай табуға болады шатырдың? Пифагормен табамыз, дұрыс айтасыңдар. Қай мәндерді аламын? Тақтаға есептеп жіберейік, яғни біз істейміз шатырдың ауданын табамыз. Шатырдың ауданы. Ол бізде ненің ауданы болайын деп тұр? Шатырдың ауданы? Тікбұрыштың ауданы болайын деп тұр, иә? Себебі жаңа бізге өзі айтты, шарты бойынша тік төртбұрыш деп, тік төртбұрыштың ауданы қажет. Ал тік төртбұрыштың ауданы неге тең еді бізде? С тең А деген бар. Яғни ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Енді біздің жағдайымызда шатыр екеу, сондықтан біз 2С-ті табамыз. Яғни А мен Б-ның көбейтіндісін 2-ке көбейтіп жібереміз. Яғни 2 еселей саламыз. Енді ұзындық неге тең? Ұзындығы неге тең? 6 метр дұрыс айтасыздар. Яғни мына гараждың ұзындығы ол мына шатырдың ұзындығымен бірдей. Сонда 6 метрге тең. Енді енін жаңа айттыңыздар Пифагор арқылы тауып аламыз деп. Яғни мына бір тікбұрышты үшбұрыш арқылы біз гипотенуза деп есептеп, біз енімізді тауып аламыз. Яғни 1-дің квадраты түбір астында 1-дің квадраты менен 2,5-дің квадратын қосамыз. Осы жерден тауып алайық. Түбір астында 1-дің квадраты 1, 2,5-дің квадраты. Дұрыс айтасыңдар, 6,125. Бұл деп отырғанымыз түбір астында 7,125. Енді бізде түбір бар сан шықты. Енді бұл санды қалай шығарсақ болады? Екі түрлі жағдайда шығаруымызға болады, иә? Яғни кәдімгі жуық шамамен түбірден шығарып жіберуімізге болады. 7,125-тен 2,196 шығады, иә? 69 шығады, иә? 2,169 шығады. Жуық шамамен 2,7 метр деп аламын, иә? Бұл бір вариант. Екінші, бізде егер тест күйінде болса, екі жауаптың біреуін белгілей қоясыздар. Ал егер тест күйінде емес, сізге жауабын өзі жаз деп тұрса, онда екі жауаптың қайсысын жазсаңыз сізге қателік болмайды. Енді түбірмен қалдыратын болсақ, 7,125 деп отырғаным 29 көбейтілген 0,125. Сіздер білесіздер, 0,125-тен түбір шығады. Яғни мынау түбірдің алдына шығару 8 сыныпта өттік, білеміз. 0,5 түбір астында 29. 0,15 деген ол 2-ден 1. Сонда түбір астында 29 бөлінген 2 деп түсінейік. Бұл бізде шығып тұрған ненің мәні? Енінің мәні. Енді маған не керек? 2С-ті табуым керек. Яғни 2 еселенген ауданды табуым керек. Бұл жағдайда 2 көбейтілген А-ның орнына алдыны қоям.
Бұның орнына екі түрлі вариантта да есептеп көрейік. Бірінші вариант 2-ның орнына 7-ні қойып есептейік. Сонда бізде 32,4 метр квадрат шығады. Бұл бізде жуық шамамен алынғанда. Ал егер екінші жолы күбірмен қарастыратын болсам, ол жағдайда мен күбір астында 29 бөлінген 2-ні қоямын. Сонда 2 мен 2 бізде қысқарады, 6,29 метр квадрат. Енді біз жауабына екі жауаптың қайсысын алсақ та, бізге ол қателік болып саналмайды, иә? 32,4 метр квадрат немесе 6 күбір астында 29 метр квадрат деп алсақ болады. Бұл шарттырғамыз не? Бізге шатырдың алды. Шатыр бізде 2 тік төртбұрыштан құралғандықтан осылай 2 еселеп жіберді. Бұл бізде Б деңгейінің есебі балдар. Енді дәл осы гаражға қатысты үшінші деңгейдегі есебін шығарып көрейік. Яғни С деңгейіндегі есебін шығарып көрейік. Енді бізде үшінші сұрақ. Төмендегі суретте Дженни таңдаған гараждың өлшемдері метрмен көрсетілген сызбасы берілген, яғни жаңағы мәтінмен, иә. Гараждың шатыры 2/4 бұрыштан тұрады. Енді бізге айтады гараждың көлемін табыңыздар. Енді гараждың көлемі дегенде бұл жерде бізде гаражымыз екі түрлі біздің кеңістіктегі фигурамызға бөлініп кеткен, иә. Астыңғы бөлігі мына жерден мысалға, мына жерден бөліп қарастыратын болса, астыңғы жағы бізде тік бұрышты параллелепипед, иә? Мынандай гараждың ұзындығы бар ғой бізде мынандай коробка секілді, иә? Сол жағы бізде тік бұрышты параллелепипед болса, жоғарғы жағының қандай фигура болады? Үш бұрышты призма бізде жазды. Үш бұрышты призма. Яғни сонда маған мынандай фигуралар қажет болады, иә? Тік бұрышты параллелепипед. Так. 6 ұзындығы. Мына жағы ені қалай параллелепипедтің соны біліп алайық. Ені деп отырған сол мына жердегі өлшем, иә? Есептеп жіберейік. 1, 2, 1. 4 бар? Так, сонда біздің еніміз 4 деген сөз. Параллелепипедтің ені 4 деген сөз. Так, мына жағын төбемен кетіп сызайын. Так, 4. Алты, иә, ұзындығымыз. Ұзындығымыз 6. Так, параллелепипед сызуды білеміз, иә? Былайынан сызылсын, қоса салайық. Мынау гаражымыздың төменгі бөлігі, иә? Яғни іші тік бұрышты параллелепипед, мына жері 6, ені бізде 4. Биіктік қанша бізде? Биіктік 2-де 4, иә? Биіктігі 2-де 4. 2-де 4, мына жерді аламыз. Мынау шатырға кетіп қалатына 1 метріміз. Төмен жақта тікбұрыш параллелепипедте тек 2-де 4 метрді ғана аламыз. Неге? Мынау бізде тікбұрыш параллелепипедтің жұмыс жасайтын. Одан кейін, енді шатыр бізде жаңа айттық, үшбұрышты призма деді, иә? Так, осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жағымызда. Жобамен сала салайық, иә? Үшбұрышымызды. Бізде нақты өлшем бар, сол өлшемге сәйкес есептей береміз. Мына жерде андай немен штрихпен салайық. Яғни арғы бөлігі бізде көрінбейді ғой. Мына жер бізде көрінбейді, арт жағында тұрады, бізге көрінбейтін жағында тұрады. Үйдің кәдімгі төбесі шатыр деп елестетейік. Сонда үшбұрышты призмаға келді. Үшбұрышты призма, тікбұрышты мінекейге, екі табаны болып саналады сонда. Олардың өлшемдері қалай болады бізде? Мына шатыр бойынша жұмыс жасаймыз. Мына үшбұрыш, екі жақ табанда үшбұрыштың биіктігі 1 болып тұр, иә? Байқадыңыздар ма? Мына жер сонда бізде 1, мына жер аш биіктігі, мына үшбұрыштың деп есептейін. Яғни біздің мына жер 1-ге тең. Мына үшбұрышымыз қаншаға тең? 2/5. Үшбұрыш бізде
ол қай жерге келеді? Так, мына жер ғой. Мінекей, мына жер ғой біздің үшбұрышымыз. Иә? Ол бізде мынаны тұтастай аламыз. Мына жағындағы 0,5 зерттей аламыз. Жаңа ортасы 4 болды ма? 4-ке мына 0,5 пен 0,5 қосамыз 5 болады. Сонда мына жер бізде 5 деп есептейміз. Ал мына жеріміз, мынадан былай қарай бізде ол жаңағы ұзындығы гараждың ол бізде 6, иә? Ол жер бізде 6, немесе мына бір жерді 6 деп қояйық. Енді бізге не білу керек? Бізге көлем тап деді, яғни гараждың көлемін тап деді. Гараждың көлемін табу үшін екі фигураның көлемін тауып қосуым керек. Яғни бір фигурам менің параллелепипед, яғни тікбұрышты параллелепипед, екіншісі призма. Осы екеуінің көлемдерінің қосындысы болады. Енді параллелепипедтің көлемі неге тең бізде? Абысы, яғни шөлшемнің көбейтіндісі, яғни ұзындығы ені биіктігі емес па, иә? Мінекей бізде ол өлшемдер бар. Сонда 4 көбейтілген 6 көбейтілген 2,4. Көбейте беріңдер. 57,6 метр куб, иә? Так, призманың көлемі бізде призманың көлемі несін формуласын айтып жіберейін. Табанның ауданы менен h көбейтілген биіктігі, иә? Так, бұл жердегі h деп отыр. Так, табанның ауданы тұрғанда үшбұрыштың ауданы ғой. Бұл жердегі биіктік, призманың биіктігі мынау 6, иә? Солай түсінейік. Так, бізде үшбұрыштың ауданы биіктігі менен табанның көбейтіндісінің жартысы, иә? Яғни 1 мен 5-ті көбейтіп 2-ге бөлем деген сөз ғой. Көбейткен h биіктік бізде 6. Ал мына қысқарта салайық. 15 метр куб. Сонда мына жерге орнына апарып қойсам, параллелепипедтің 57,6. Оған қосамыз қанша? 72,6 метр куб. Яғни бізге табу керек болған гараждың көлемі осы. Неге осындай 3 деңгейде бізде пизаның есептері әртүрлі деңгейде келеді дедім, яғни А, Б, С деңгейінде. Біз 3 деңгейді де қарастырып көрдік. Бір есептің аясында енді сіздерге осындай ұқсас есептерді бергім келіп тұр. Байқасаңыздар, пизаның немесе функционал сабақтың есептері кәдімгі өмірде кездесіп жатқан есептер, байқадық па? Үйді қалай саламыз, үйді қалай ремонттаймыз, капельді қалай нешеден неше қылып жабыстырамыз, линолеумды қандай қылып төсейміз, обойды қандай қылып жабыстырамыз, соның барлығы балдар функционалды сауаттылық балдар. Оны біз білуге тиіссіміз, өмірімізге қажетті нәрсені біз білуге тиіссіміз. Енді мынандай керемет есеп беріліп тұр бізге. Болаттан жасалатын бассейн. Яғни бассейнді жасап көрейік. Болат деп отырғанымыз білесіңдер, шойын болат, кәдімгі жаңағы тот баспайтын, материал сондай болатын, содан жасап көрейік. Артынан енді капель несін басқа жабыстыра беріп, біз әзірге соның несін дайындайық. Болаттан жасалатын бассейнін дайындап берейік. Так, алдарыңызда сіздерге парақтар аттым, сол параққа қарап есептерді қарастырып көріңіздер. Бірінші сұрақшы болғандар бар ма? Хатта қалай келсе? Бірінші сұрақты жаза берейік, шығып. Бір парақтың ауданы қандай? Бірінші сұраққа кім шығады? Кел бір қан. Бір парақтың ауданы қандай болады? Оған қандай өлшемдерді пайдаланады? Егер сіз қажет болса, шығарыңыз. Берген деп бар. Өте жақсы. Яғни метрге айналды жібердік, 1000 миллиметр
1 метрде 2000 миллиметр 2 метрде дұрыс қой. Яғни ауданы десе, онда сол екі өлшемді көбейтіп 2 метр квадрат. Біріншісінің жауабы сонда 2 метр квадрат. Өте дұрыс, жақсы. Келесі екіншісіне кім шығар? Кімге жауаптайды? Сымбар шығасың ба кел? Екіншісіне бұл бассейннің беткі ауданы қандай? Екінші сұрақты жазып кетеді. Тік бұрышты параллелепипедия. Өте жақсы. 2,3 қоя. Бітіріңіз. Анықтап салшы. Сонда біздің бассейніміз тік бұрышты параллелепипед қойын деп тұр, бірақ жоғарғы жағы табаны квадрат болатындай. Бұл жерде біз қай жерін тауып тұрмыз? Беткі ауданы. Бізде 2,3 отырмыз, мұна жер менен, мұна жер, иә? Сосын бізде биіктігі бар. Биіктігі бізде 1,5, иә? Енді мұна нәрсені қарап жүрейік, иә? Бассейннің беткі ауданы. Беткі ауданы деп отырғанымыз, барлық ауданды табамыз, барлық жағынан. Мұна жоғары жаққана бізге әсер етпейді, қалған жағының бәрін қарастырамыз. Енді қарайық, мұна жақ пенен, мұна жақ екеуі қарама қарсы, бізде тең ғой, иә, көш қарып бетен. Мұна қапталда сонда, иә? Сосын табан ғана жалғыз болады. Осылардың жеке-жеке әрқайсысын аудан тауып, барлығын қосамыз. Беткі ауданы деген сол. Иә, мынау бізде уже біреуі, яғни табанның ауданы бізде 5,29, мынау біреуі. Енді біз мұнаның біреуін тауып, соны екеселейміз, сосын мұна бетін тауып, онда екеселейміз. Aslında төрт ауырғанса тең болдың ба? Қаяқ тең болды? Ені мен ұзындығы тең болса, онда төрт ауырғанса? Жоқ, мына екеуінің несімен өлшеммен есептеледі ғой. 2,3 пен 1,5 болады. Мына екеуі тең десең дұрыс, мына 2,3 пен 1,5, мына яғда 4-нен дұрыс айтасыз, 4 есебін салуға да болады. 2,3 пен 1,5-ті көбейтіп, 4-ке көбейте саламыз, өте дұрыс. Осы 4,5. 4-ке көбейтіп, 1,5-ке көбейтесің, сосын осыны 4-ке көбейтеміз. Себебі 4 жағы бірде өттір, табаны квадрат болғандықтан 4 жағы бірде өттір, өте жақсы. Есептеп жіберіңіздер. 13 бүтін 18. Дұрыс па? Енді екеуін қосамыз. 5,29 бен 13,18-ті қосамыз. Сол кезде барлық бетінің ауданы шығартпамыз. 19,109 метр квадрат, өлшемділік жауабы 19,109. Өздеріңізге парақтарыңызға белгілеп отырсаңыздар болады. Біріншісінің жауабы 2 метр квадрат болды, екіншісінің жауабы 19,109 метр квадрат болды. Келесі, тігістер мен сынықтарды ескере отырып, қанша материал кетеді. Осы ауданды да пайдалансаңыздар болады. Берілгенде бізге айтылды, 10% тігістер мен
10%-ын табамыз, 10%-ын табамыз. Неге 10%-ын табу керек соны солай? Битінің ауданының 10%-ын табайық, я? Так, үшіншісіне кім шығады? Кел байжы. Абай 19 яғни 19-тың 109-ның 10%-ын табамыз ба? 19 бір бүтін аудан жасалғасын жақсы. Осының 10%-ын табу керек яғни, я? Процент табуды жақсы білеміз біз. Пропорция арқылы біз тауып ала аламыз. 100% дұрыс, 10% болғанда, 10% сонда. Өте жақсы, молодец. Тең 1,909, я? метр квадрат. Бұл бізде метр квадрат. Енді қараңыздар, бұл қандай метр аудан? Бұл біздің тігіске кететін ауданымыз, я? Енді болаттың құрамындағы тігіске кететін аудан 1,909. Енді маған айтсын, тігістердің сыныптарын ескере отырып қанша материал кетеді? Маған мынаның барлығына материал керек, сосын мынаны қосып тігіске де кету керек. Сонда екеуінің қосындысы барлық материалдың ауданын бере алады деген сөз. Сонда 19-109-ға жаңа 10%-імізді қосып жіберейік. Тігіске кеткен 10%-ті. Сонда барлық материалдың ауданы. Ана 19-109 ол біздің бассейніміздің ауданы, я? Өткен шатастырмай. 999. Жауабы, сонда үшінші сұрақтың жауабы 20,999 метр квадрат. Метр квадрат. Өткен аудандардың қосындысы ол. Метр квадрат пен метр квадрат қосындысы метр квадраттың өзін береді. Так, жақсы, үшінші сұрақты да қарастырдық, молодец. Енді төртінші сұрақ. Бассейн жасаушы қанша болады, парақ кетеді? Өте оңай сұрақ, я? Қанша парақ кетті? Жалпылап. 2 өлесі алып. Есептеп тұрсыздар, қанша? 10 парақ. Я 10 парақ. Сонда қай жерге қанша парақ кетеді, соны есептеу керек. Сонда бізде табаны бөлек-бөлек сызып көрейікші, мысалға, я? Табаны бізде квадрат. 2,3, 2,3, я? Мынау сонда 2,3, 2,3, мынау табаны болса, онда бізде мына жоғарғы жағында табаны 2,3, мына жағы 1,5 болатындай 4 бізден жақ бар, я? Так, мына жер 1,5 болатындай, мынандайдың 4-еуі бар, мынадан 1-еуі бар. Я? Енді есептейік, мынаған нешеуі кетеді, мынаған нешеуі кетеді, соны есептеп алуымыз керек. Абай, біріншіден 4-еуі кете ма? Мынаған 3-еуі жеткілікті сияқты маған. Ол үшін ауданын тауып есептеп көріңіздер. Бағана бізде болатын аудан қанша болды? 2 метр квадрат болды ма? Я? 2 метр квадраттың ар жағында жаңа қанша 10% тігіске кетіп қалады деді. Оның 10% бізде 0,2 ма? 10% 0,2 болса, онда 1,8 метр квадраттан есептейсіңдер әрқайсына кететін. Себебі 0,2 бөлу қайырып жар тігісіне басқасына кетіп қалай деп тұр ғой бізде кесуіне. Сонда 1,8 метр квадрат деп есептейсіңдер, әр болаттың 1 метр квадратқа есептегендегісін. Мынаның ауданы неше болады? 2,3 пен 2,3 аудан бар таздық қой біз. 5,129 бар. Осы 5,129-ы 1,8-ге бөліп жіберіңдер. Қанша болады? Жоқ шамамен. 2,193. Онда ол 3 деген сөз. Сонда 3-еуі кетеді мынаған, я? Мынаған 3-еуі кетті, 3 парақ кетті. Ал мынаған 2,3-ті 1,8-ге көбейтіндерде 1,8-ге бөліп жіберіңдер. 2 парақтан кетеді. Я? Өйткені 1,8
10-нан 9 бар, примерно сондай болады ғой, сонда ол 2 парақтан есептейік енді, иә? Сонда 2 парақтан есептейміз, ол 4-еу, 8, барлығы неше болады сонда? Барлығы 11 деп жаңа Әлидің айтқан дұрыс болды. Сонда парақтың саны 11. 11 парақ. Төртінші сұрақтың жауабы 11 парақ болады. Өте жақсы, молодец. Жақсы етіп шығарасыздар. Енді 5-ші сұрақ. Бұл да оңай, біз 5-ші класста бассейн толтыруды бөліктерді өткен кезде өтіп кеткенбіз. Кім шығар? Бассейн толтыру үшін бізге не керек? Көлем. Көлем керек, дұрыс айтасың. Аудан жеткіліксіз бізге, себебі биіктігіне дейін біз су құйылады ғой жерде. Сонда көлемін табуымыз керек бірінші. Содан кейін сол көлемнің 3-тен 2 бөлігін тауып аламыз, иә? Кел, әлі көрейік. 5-ші сұрақ. Кел. Так, көлем. Бірінші көлем табу үшін істейміз. Ауданды көбейтеміз. Біздің ауданымыз квадрат қой табарыз одан, иә? Оның бағын тауып алдық 5,29. 5,29 бір күннен естейміз. Дұрыс, иә? Қанша болады? 7,935. 7,935. 7 бүтін дұрыс тапсал жібек, бір сет. Иә, 7,935. Енді оны 3-тен 2 бөлігі керек бізге. Бөлік тау үшін істейтін едік? Көбейтеміз, дұрыс айтасың, көбейтеміз. Астына бөлік. 7,935-ті 3-тен 2 көбейтеміз. Неге? 2-ке көбейтіп 3-ке бөлесінде ғой? 5,289. Бұл не бізде? Бұл метр куб. А бізге не керек? Литр. Яғни бізге метр куб пен литрдің арасына байланыс керек. Бір метр кубта қанша литр бар? 10 литр бар. 1 метр кубта. 1 литрде 1 дециметр болады, сонда 1 дециметр 10 сантиметр, 1 метрде 10 литр болады. 10 литр. 1 метр куб қой бізге. 1 метр кубта 1000 литр болады. Иә, 1000 литр болады. 1 метр кубта. Сонда 5289 литр Сонда 1000-ға бөлек тегін деп жазба. Бөлек жазамыз. Мейлі, тең деп жазсаң да болады. Литрге айналдырып жіберейік. 1000-ға көбейтіп литрге айналдырып жіберейік. Бірден литрмен мейлі. Дұрыс. 5289 литр. Так, жауабы? 5289 литр. 5-ші сұрақтың жауабы осылай болады. Иә? Метр кубты литрге айналдырудың қойымыз. Осындай балдар. Сұрақтар қиын емес қой, иә? Пизаны жақсы тапсыра аламыз деген сөз. Осындай функционалдық сауаттылықтың есептері сіздерге кездесетін болады. Сабақ түсінікті ма? Түсінікті болса сабақ аяқталды.